2012 жылдың 15 наурызында Атамекен одағы төралқасының мүшелері бас қосты. Бірлескен отырыстың басты нәтижесі алдағы 2 жылға төралқа төрағасын тағайындау болды. Одағы өкілдері бір ауыздан осы қызметті бұрыннан бері атқарып келе жатқан Тимур Құлыбаевқа өз дауыстарын берді. Бәрісі ұсыныс жасап отыр. Енді Тимур Асқаровичтан басқа қандай кандидаттар бар бүгін? Осы кісі келгелі орта бизнестен бүгінгі съезде де көтеріп отыр. Біз соған қуанып отырмыз. Осындай беделді адам бізге келіп істеп отқан. Сондықтан соғысының кандидатурасын ұсынамын. Осылайша кәсіпкерлер Тимур Құлыбаев жүргізген саясаттың елдегі бизнес ахуалды жақсартуға ықпал еткенін атап өтіп, оған кезекті рет қолдау білдірді. Жаңадан сайланған төралқа жетекшісі болса, әріптестеріне артқан сенімдері үшін алғыс айтып, назарға ұжымдық ұстанымдарды ұсынды. Мы долго спорили, но пришли к консенсусу. Біз ұзақ кеңестік және мынадай байламға келдік. Төралқа құрамына қоғамдық ұйымдарда, салалық одақтар, қоғам қайраткерлері және жеке кәсіпкерлер енетін болады. Осының арқасында біз түрлі аймақтардан, әр алуан саладан хабар алып, барлық бизнес топтар туралы ақпарат жинақтай аламыз. Негізінен төралқаға аймақтардан адамдарды тарту менің жеке бастамам болған. Өйткені бізге жастар қосылса, тың идеяларды ұсынады. Әйтпесе бұрынғы ұсыныстар шеңберінде ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп келе жатырмыз. Жаңа адамдарға құлақ асайық. Мүмкін кәсіпкерлер тарапынан да жаңа тұлғалар пайда болады. Бұл аса маңызды. Қазақстанда кәсіпкерлердің өсіп келе жатқан жас буыны бар екендігі көзге түсуі тиіс. Жалпы бүгін Атамекендегі президиум құрамы толығымен жаңартылды. Жарғыға сәйкес төралқа бюросына 20 мүше сайланды. Бұл адамдар өзге қанаттастарының қатысуынсыз шұғыл мәселелерді шешуге құқылы. Мәселе демекші бүгінгі отырыста ең өзектілер қаралды. Бірінші кезекте мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру мен отандық тауар үлесін арттыру туралы сөз қозғалды. Оны ең бастысы біз үкіметке байланысты емес, Атамекенде жаңағы бағаның болатын мониторинг центрін құрамыз. Сондықтан әр кәсіпкер ертең оны көре алады. Әрине ол заң жүзінде біз оны үкімет органдарына бере алмаймыз. Бірақ ол әр кәсіпкерге ертең үкіметке де ертең сіздер де біздің сол сайтқа қарап бағаны көріп ертең салыстыра аласыздар. Сатып алған биік па, биік емес пе? Өйткені біз оны айтып отырмын, үкіметке байланысты емес, эксперттердің талдауынан аламыз, интернеттен аламыз ол мәселелерді. Сосын Құлыбаев мырзаның айтқанында ең бастысы бізде өндірісті дамыту керек. Осы тұрғыда жақында біз Самұрық қазынамен өздеріңіз байқадыңыздар меморандумға келісімге қол қойдық. Ондағы негізгі мәселе осы индустриялық проекттерді дамыту. 5-10 жылға Самұрық компаниялары өзінің 5-10 жылға сатып алатын, осы өзінің өндірісін өндіретін біздің қазақстандық кәсіпкерлер өзінің заказын беру керек. Сонда ол несиеде ала алады. Оның ертең шығарған товарын айттым ғой, өндіріс үшін 2 жыл керек. Оны қайтып несиені қайтару үшін тағы да 2 жыл керек. Кем дегенде 5-7 жыл оған өзіне сұраныс керек. Нақты. Күн тәртібіне қойылған келесі мәселе Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы бәсекеге қабілеттілігі. Талдау нәтижесін экономикалық палата басқармасы төрағасының орынбасары Рахим Ошақбаев алға тартты. Зерттеулер 4 сала бойынша жүргізілді. Қоғамдық саяси орта, нарықтық институттар мен экономика, кедендік одақтың ықпалы мен әлеуметтік сала. Сауалнамаға осында жұмыс істейтін 100-ден астам ресейлік компания өкілі мен сарапшылар қатысқан. Көпшілігі еліміздегі тұрақтылықты мақтап, жоғарғы билікте отырған шенеуніктердің кәсіби шеберлігінде жоғары бағалапты. Алайда жергілікті атқару органдары қатаң сынға алынды. Респонденты отметили, что в правительстве Казахстана... Сұхбаткерлер атап өткенде Қазақстан үкіметінде шенеуніктердің зияткерлік деңгейі, жас мөлшеріне қарамастан басқару қабілеттері, білімі мен кәсіби біліктілігі жоғары. Көбі біздегі жоғары бюрократиялық қабаттың батыстық іргелі біліміне ие екен. Тіпті ресейліктерге қарағанда асып түсетін және байланыс орнатуда әлдеқайда қол жетімді болатын айтты. Бірақ зерттеу сондай-ақ төменгі және орташа әкімшілік аппараттың шетелдік инвесторлардың кері пікірін тудыратынын байқатып отыр. Сұхбаткерлер біліктілік деңгейінің төмендігін, білімнің нашарлығын және кәсіпкерлікпен әрекеттесу барысында жиі кезде жемқорлықтың орын алатынын атап көрсетті. Зерттеуге сәйкес екінші жағымсыз фактор бұл қазақстандық аймақтық элиталар. Кәсіпкерлердің басым бөлігі жеке мүдделерді жылжыту, орталық деңгейде және ұлттық заңнамада қабылданған шешімдерді елемеу, оларды түрліше түсіндіру, бизнеске рейдерлік шабуыл жасаусында келеңсіздіктерді түгендеп шықты. Сауалнамаға қатысушылардың пікірінше әсіресе Батыс Қазақстандағы жағдай шиеленіскен.
Алдағы уақытта ұлттық экономикалық палата осы мәселелерді қатаң бақылауға алмақ. Естеріңізге сала кетсек, атамекен бүкіл республика көлемінде қызмет атқарады. Оның құрамында 200-ден астам шағын және орта бизнес нысандары, салалық және аймақтық қауымдастықтар мен республикалық бірлестіктер бар. Ал одақ стратегиясында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, салықтық және кедендік заңнаманы жетілдіру, ауыл шаруашылық секторды дамыту сынды бағыттар басымдыққа ие.